Ең оңай жасалатын таңғы бірі чакчуканы әзірлейтін боламыз. Ал сіздер ең алдымен менің арнама тіркеліп алыңыздар. Біріншіден табамызға сұйық майымызды құямыз, ұсақтап туралған пияздарымызды саламыз, одан кейін үстіне бір чеснокты салып, жақсылап тұрып екеуін қуырамыз. Чеснокты ұсақтап турасаңыздар да болады, немесе осылай езгішпен езіп алсаңыздар да болады. Одан кейін ұсақтап туралған қызанақтарымызды саламыз. Қызанақтарымызды ұсақтап турамай, жай ғана терканың көмегімен өткізіп алсаңыздар да болады, бірақ мен осылай турап жасадым. Үстіне болгар бұрышын қоссаңыздар да болады, бірақ мен болгар бұрышын қоспадым. Келесіде дәміне қарай тұзы мен бұрышын саламыз. Одан кейін үстіне жұмыртқаларымыздың барлығын осылай салып шығамыз. Мен басында 4 жұмыртқа алдым, кейіннен тағы да 1 жұмыртқаны қостым. Одан кейін бетіне шым-шым ғана тұзды сеуіп шығамыз жұмыртқаның бетіне. Одан кейін әдемілеп осылай укропты ұсақтап турап, оны да сеуіп бетін жауып жұмыртқа піскенше күтетін боламын. Достар, менің YouTube арнама тіркеліп алыңыздар. Менің арнамда бұдан да басқа жеңіл рецепттер бар. Достар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.